Оқиға Аустралия жағалауында өрбиді. Мұнда екі турист, Хизер мен Грик, шағын жағалаудағы пирске келеді. Жас жұп серфингке әуес және экстремалды спорт түрлерін жақсы көреді. Олар акулалар мен қоршаулы торда сүңгуге мүмкіндік беретін тур іздейді. Көп ұзамай көкжиекте Такер есімді ер адам пайда болады. Ол туристердің өз тобынан адасып қалғанын бірден түсінеді, яғни оларды ешкім іздемейді. Үшеуі ашық теңізге бет алады. Жол бойы Такер өзінің өмір тарихымен бөліседі. Бала кезінде серфинг жасап жүргенде акуланың шабуылына ұшырап аман қалған. Бірақ денесінде қорқынышты тыртықтар қалған. Хизер мен Грик темір торға түсіп, су астына сүңгиді. Бұл қауіпті әрі қорқынышты сәт, бірақ адреналин керемет. Олар судан шыққанда екеуі де бастан кешкен әсерге дән риза. Алайда күтпеген жағдай орын алады. Такер Грикті суыққанды түрде пышақтап өлтіріп, денесін суға тастайды. Жыртқыш балықтар оны жұтып жібереді. Ал Хизерді тірі қалдырады. Әриен уақытша оны да өлім күтіп тұр. Оқиға басқа кейіпкер еркіндікті сүйетін, фургонда тұрып, серфингпен айналысатын қыз Зефирге ауысады. Бір күні дүкенде ол Мозес есімді кәсіпкермен танысады, оның көлігі сынып қалған. Зефир оған көлікті оталдырып беруге көмектеседі. Жолда Зефир Мозестің серфинг тақтасын байқап, екеуінің арасында сезім оянады. Қарым-қатынастары тез арада құмарлыққа ұласады. Олар Мозестің үйінің жанындағы фургонда сүйіседі. Келесі таңертең Мозес Зефирді таңғалдырмақ болып, оның үйіне барып, таңғы ас дайындайды. Бірақ қайтып келгенде фургон орнында болмай шығады. Зефир Мозестің айтқан жағажайын тексеруге бел буады. Ол түн ортасында керемет толқынды ұстап қалу үшін сол жерге барады. Алайда тақтаға қалақша бекітетін кілтін ұмытып кеткенін байқайды. Жақын маңда тұрған пикапқа жақындайды. Мүмкін біреуде керекті құрал бар шығар. Зефир пикаптың артқы жүгін ақтарып жатқанда, оның иесі кенеттен пайда болады. Бұл капитан Такер, сол адам. Ол қызға шабуыл жасап, есінен танғанша қылқындырады. Күмән тудырмас үшін Зефирдің тақтасын алып кетіп, ол теңізге түсіп, жоғалып кеткендей етіп көрсетеді. Оның денесін жүк жәшігіне жасырып қояды. Зефир есін жиғанда, өзін тар каютада төсекке шынжырмен байлап қойғанын көреді. Оның қарсысында басқа тұтқын Хизер бар. Екі қыз көмекке шақырады, бірақ ашық теңізде олардың дауыстары жаңғырықсыз кетеді. Енді тек өздері әрекет етуі керек. Зефир бөлмені шолып шығып, құлыпты ашуға жарайтын бірдеңе іздейді. Хизер лифт шегінен сымның бір бөлігін шығарып, оны шегеше ретінде қолдануға тырысады. Бірақ олар құлыпты ашып үлгермей, каютаға Такер кіреді. Ол кеткен соң, Хизер құлыпты бұзуға тырысады, бірақ әлсірегенін сезеді. Өйткені Такер оларға берген сусынға ұйықтатын дәрі қосып берген. Ақыры екеуі де есінен танып қалады. Зефир есін жиғанда, өзін палубада орындыққа шынжырмен байлап қойғанын көреді. Хизер болса кеме кранына ілінген белбеулермен аспанда салбырап тұр. Такер ескі камерасын орнатып, өз-өзімен байланыссыз бір нәрселерді айта бастайды. Теңіздің түбінен шыққан құдайлар туралы, өзін Лавкрафт әңгімесіндегі кейіпкердей ұстайды. Кейін ол құрбанның шашынан бір шоқты қиып алып, трофей ретінде қалдырады. Кранды іске қосқанда, қыз теңізге құлап түседі, тура акулаларға қарай. Ол бәрін камераға түсіреді. Оның архивінде осындай ондаған кассета бар. Әр кассетаның ілгегіне бір шоқ шаш байланған. Бұл оның ойынша өнер. Таңертең Такер тұтқынын тамақтандыру үшін келеді. Бірақ Зефир оған қарсы сөз айтып, арандатуға тырысады. Алайда ол жай ғана пластик шелекті нұсқап, эмоцияңды соған төк, акулалар айғайды ұнатпайды, деп жауап береді. Алайда қыз берілгісі келмейді. Оның бір жоспары бар. Ол шелектің сабын шешіп, сындырып, қолдан жасалған пластик қаруға айналдырады. Кешке Такер қолында шприцпен түсіп келеді, қызды ұйықтатып алып кетпекші. Зефир өзін ұйықтап жатқандай көрсетіп, ол еңкейген сәтте шабуыл жасайды. Такер құлап, басын ұрып, есінен танып қалады. Осы сәтті пайдаланып, Зефир оның қалтасынан кілтті алып, өзін босатады. Ол кеменің кілтін табуға тырысады, бірақ Такер есін жиып, қызды қуалайды. Зефир қаша жөнеледі, бірақ есікті жауып үлгермейді. Маньяк каютаға кіріп, қолында қалған ұйықтататын дәрімен оны қайтадан шаншиды. Жартылай есеңгіреген күйде, Зефир теңіз бетінде туристік қайықтың шамын көреді. Құтқарылу үміті ме? Бірақ жоқ. Соңғы көргені Такердің жүзі. Зефир өмірі үшін соңғы рет күреседі. Такер жақындап қалғанын көріп, оның ескі камерасын шап беріп ұстайды. Дәл сол, адам өлтірулерді түсіретін камера. Бұл жай құрал емес екенін түсінеді. Бұл оның фетиші, қасірет альбомы. Қыз камераны теңізге лақтырып жібереді. Ол түбіне батып кетеді. Зефир де суға секіреді. Құтқарылу жақын сияқты.
Бірақ жоқ, ағзасына енген дәрі әсер етіп, денесі бағынбай қалады. Такер оны судан шығарып алады, ауға түскен балықтай. Осы уақытта Мозес серфингпен айналысып жүріп, Зефирдің жоғалуын ойынан шығара алмайды. Жағалаудан қыздың сынған тақтасын тауып алып, дабыл қағады. Бірақ құтқарушылар ештеңе істей алмайды. Содан кейін ол жағажайдағы бейнебақылау камераларының жазбасын қарап шығады. Зефир жағажайға келгеннен бірнеше уақыттан жағажайдан бір пикаптың кеткенін байқайды. Бұл акулалармен экстремалды тур ұйымдастыратын Такердің көлігі. Мозес оған қоңырау шалады, бірақ тек автожауап бергіш қосулы. Капитан демалыста. Осы сәтте Такер портқа оралады. Ол жоғалған камераның орнын басатын жаңа құрылғыны іздейді. Блошини базардан лайықтысын тауып алып, кемесіне ашық теңізге қайта оралады. Бірақ Мозес те сол бағытта жолға шығады. Палубаға көтерілгенде төменнен бір түрлі дыбыстар естиді. Рубканың терезесін сындырып, төменге түседі. Сол жерде ол байланған және аузында клепі бар қызды, Зефирді, тауып алады. Оқиға тосын бұрылыспен жалғасады. Бұл жанрда сирек кездесетін сәт, жігіт тұтқынды бірден босатуға ұмтылмайды. Ол палубаға жүгіріп шығып, полиция шақырмақ болады. Бірақ Такер оны күтіп тұр. Екеуінің арасында шайқас басталады. Ар-еттанада денесі мығым маньяк Мозесті қармақпен жаралайды. Соған қарамастан Мозес қарсыласып, жеңіске жетуге шақ қалады. Бірақ Такердің көршісі шуды естіп, палубаға көтеріліп араласады. Ол Мозесті басынан ұрып жығады. Сол сәтте төменнен шыққан айқайларды естиді. Бұл қате шешім. Қызығушылық күнә емес, бірақ бұл жолы ол өлімге әкеледі. Такер еш ойланбастан көршісінде қармақпен басынан ұрып өлтіреді. Капитан Срауз, яғни Такер, суырылып, ешкім келіп үлгермей тұрып қашып кетеді. Енді ол күндізгі қойылым жасауды шешеді. Тұтқындарға тыныштандырғыш егіп, екеуін де палубаға шығарады. Зефир көрермен. Мозес жем. Жанында көршісінің жансыз денесі жатыр. Кран жігітті суға түсіреді. Зефир жалына бастайды, оны босат. Мен өзімді айырбастаймын. Бірақ Такер міз бақпайды. Ол сезімге берілгендерді жек көреді. Камерасын қосып, судағы денеге үйірілген акулаларды түсіре бастайды. Бірақ бірдеңе дұрыс емес. Жыртқыштар денеге қызығушылық танытпайды. Сонда Такер Мозесті қайта тартып алып, оны бірнеше рет пышақтайды. Теңізге жаңа, балғын қан керек, акулаларға арналған жарнама сияқты. Бірақ көптен күткен той аяқталмай қалады. Көкжиекте құтқару тікұшағы пайда болады. Такер асығыс қойылымын тоқтатып, екеуін қайта тримге лақтырады. Мозес қан жоғалтып, есінен танып қалады. Ал Зефир, сүйіктісінің осындай күйге түскенін көріп, енді күтуге болмайтынын түсінеді. Ол кісеннен босау үшін қолын жұлып алуға тырысады, бірақ сүйек кедергі болады. Ол бас бармағын сындырады, бұл қатты ауыртады. Бірақ қолы бәрібір шықпайды. Соңғы амал, саусақты тістеп жұлып алу. Аман қалу үшін бәріне дайын болған жабайы аң сияқты ол шетке жылжиды. Такер жаңа дозамен оралғанда қанға боялған көрпені көреді. Ал Зефир есіктің арғы жағында тығылып, секіріп шығып, маньякты ішке қамап, есікті күшпен жабады. Такер іштен шығуға тырысқанда, қыз басқару рубкасына жүгіріп кіріп, қозғалтқышты іске қосады. Алыста жарық жағажай көрінеді, құтқарылудың соңғы мүмкіндігі. Зефир ракетаны алып шығады. Бірақ оны басқа мақсатта қолданады. Такер рубкаға кіріп үлгереді. Қыз еш ойланбастан тікелей оған қарай ракетаны атып жібереді. Табаға қалқан жасап, ас үй пышағымен қаруланған Зефир шайқасқа түседі. Күші тең болмаса да, ол Такерді тағы да есінен тандырады. Сол бірнеше секундты пайдаланып қашып үлгереді, теңізге секіріп, жағалауға қарай жүзе бастайды. Бірақ Такер де қалыспайды. Прожектордың жарығымен қашып бара жатқан қызды көздей отырып, гарпунмен атылуға дайындалады. Бірақ нысана кенеттен көзден таса болады. Ол моторлы қайығына секіріп мініп, артынан қуады. Зефир жағаға жүзіп жетеді, бірақ онда ешкім жоқ. Ол көмек шақырғысы келеді, бірақ маньяк оны қуып жетеді. Тағы бір айқас, тағы бір буындыру. Ол Зефирді қайтадан қайыққа сүйреп апарып, шынжырмен байлап, кранмен көтереді. Жаралы Мусаны көрермен етеді. Көрсетілім басталар алдында Такер паранояға толы тағы бір сөз сөйлейді. Алайда, кенеттен тоқтайды, қайыққа бірдеңе жақындап келеді. Бұл, оның бұрын соңды көрген ең ірі акуласы. Ол Зефирді суға түсіреді. Төменде алып жыртқыш. Зефир қимылдамай, тыныш тұруға тырысады. Қасында сәл кішірек тағы бір акула пайда болады. Такер оны найзамен үркітпек болады, бірақ акула найзаны жұлып алады. Қыз найзаны қағып алып, соңғы шайқасқа дайындалады. Алайда акула кетіп қалады. Зефир найзаны қайықтың тұмсығына байлап, жоғары қарай өрмелейді, құтқарылуға қарай.
Сол сәтте такер айқайлап палубаға жүгіріп шығады. Қыз тайып кетіп, суға құлайды. Арқан үзіледі, бірақ бұл оның мүмкіндігі. Ол шынжырлардан босап, қайықтың астында қозғалмай қатып қалады, алып акуламен қатар тұрады. Жыртқыш айнала жүзеді, бірақ қозғалмай тұрған ол жасына тиіспейді. Оның қапталында ескі тыртық көрінеді. Мүмкін, бұл такер айтқан акула шығар. Маньяк суға қарап тұрған кезде, Зефир қайықтың жаны арқылы палубаға көтеріледі. Гарпунды тауып, оған білдірмей жақындап, оқ атады. Гарпун такерді тесіп өтеді, ол суға құлап кетеді. Бірақ зұлымдық оңайлықпен жеңілмейді. Ол қайықтың шетіне жабысып, қайта шығуға тырысады. Бірақ үлгермейді, судан алып акула атып шығып, оны да, гарпунды да қағып алып кетеді. Оның соңғы сәттерін жаңа ғана сатып алған камерасы жазып қалады. Ол тереңге сіңіп кетеді. Қауіпке қарамастан, Зефир босап шығып, қайыққа қайта оралады. Ол Мусаны тауып, тірілтуге тырысады. Сол кезде алыстан туристік лайнер көрінеді. Зефир каютаның төбесіне шығып, соңғы сигнал ракетасын атып жібереді. Кеме бағытын өзгертеді. Төмен түсіп, Мусаның жанына еңгейеді. Бақытты аяқталу. Немесе, ең болмағанда, соған деген үміт. Міне, Жыртқыштар фильмі осылай аяқталады. Үрей мен шиеленіске толы, ессіз триллер. Осы фильмнен кейін ашық теңізде шомылу нағыз батырлық. Егер бұл шолу сізге ұнаса, арнаға жазылып, видеоға лайк басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Алда сізді әлі де көп қорқыныштар, акулалар мен өмір үшін күрестер күтіп тұр.